Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да өз арнамда кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен шабдалыдан дайындалатын ерекше компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен шабдалыларды жақсылап жуып тазалап аламыз. Менің бұрыннан келе жатқан оқырмандарым біледі. Мен жалпы көкөністерді, жеміс-жидектерді тазалау үшін ас содасын пайдаланамын. Шабдалының дәл осы мен пайдаланғандай түрін пайдалансаңыздар болады, немесе сыртында түгі бар шабдалыдан да жасауға болады. Бірақ оның сыртындағы түктерін губкамен жақсылап ысқылап кетіру керек, әйтпесе компоттарыңыз атылып кетуі мүмкін. Мен сүйектерінен ажыратып алып жатырмын. Бұлай ажыратпай-ақ жасауға да болады. Кішкене осылай пышақпен шет-шеттерін айналдыра кесіп, кішкене қолмен бұрасаңыздар, оңай сүйегінен ажыратуға болады. Банкаларды жақсылап жуып тазартып, осындай қайнап тұрған суда бірнеше минут стерилдеп алғандарыңыз абзалырақ. Банкалар неғұрлым жақсы залалсыздандырылатын болса, оның ішіндегі салат болсын, компот болсын, немесе тосап болсын, өте жақсы сақталады, атылмайтын болады. Қақпақтарында ыстық суға салып, бірнеше минут қайнатып алуды ұмытпаңыздар. Енді залалсыздандырылған банкаларымызға шабдалыларымызды салып шығамыз. Менде 2 литрлік банка, әрқайсысына шамада ортасынан бөлінген 14-15 дана шабдалыдан салып шықтым. Ал бүтіндей алатын болсақ, сіздерге 2 литрлік банкаға 7 немесе 8 шабдалыдан кетеді. Енді үстінен сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Осылай толтырып құя беріңіздер. Енді қақпақтарын жауып, шамада 10-15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минуттан кейін банкаларымыздың суын қайта төгетін боламыз. Менде осындай крышка бар. Сіздерге де алуға кеңес беремін. Бағасы шамада бір 100-150 теңгедей тұрады. Компот жапқанда, қияр, қызанақ тұздағанда өте ыңғайлы. Дәл осылай барлық банкаларымыздың суын ыдысымызға қайта құйып аламыз. Отқа қойып, тағы да сақырлатып бір рет қайнатып аламыз. Суымыз қайнағанша әр банкаға 200 граммнан қант салып шығамыз. Менде 2 литрлік банка, сондықтан 200 граммнан салдым. Меніңше 200 граммнан артық салмағандарыңыз дұрыс. Осының өзінде өте тәтті болып шығады. Жаңағы банкалардың өзінен шыққан суын осылай қайнатып аламыз да, қайта үстінен құямыз. Ыстық кезінде көп ұзатпай закрывашкамен жақсылап жауып шығамыз. Менде закрывашканың түрі осындай. Сіздерге де дәл осы түрін алуға кеңес берер едім. Өте жақсы жабады. Оның үстіне тек айналдырып отырсаңыздар болғаны. Босатып, қысып, бұрап отырудың қажеті жоқ. Тек айналдырып отырсаңыздар болғаны. Барлығын толықтай жауып болғаннан кейін осылай түбінде қалып қойған қанттарын қозғап отырып міндетті түрде ертіп жіберіңіздер. Әйтпесе компоттарыңыз атылып кетуі мүмкін. Толықтай еріген тексеріңіздер. Және де дәл осылай төңкеріп, одеялмен немесе көрпемен кемінде бір тәулікке орап қалдырғандарыңыз дұрыс. Осымен біздің компотымыз дайын. Бұл тұрған сайын өз түсін өзгерте береді. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.